кезінде бір хан қол астындағыларын өзінің кедей бір өңіріне тексеруге жіберіпті. Барыңдар, солар неге кедей тұрады, себебін біліп келіңдер деп тапсырыс береді. Тексерушілер келсе, ауылдың табиғаты көркем, мүмкіндігі мол, адамдары да ақкөңіл, зерек, зейінді екен. Шетінен есеп шығаруға да мықты екен. Әрине, ауылды жайлап алған жалқаулық байқалып тұр. Бірақ не себептен сонша жалқау болып кеткенін түсіне алмай дал болыпты. Олар әрі тексеріп, бері тексеріп, ақыры ауылдағы 2 ертегішіні ұстап алып, ханның алдына алып барыпты. Хан себебін сұрапты. Сонда тексерушілер бұл 2 ертегіші орындалуы еш мүмкін емес құр қиялдардан ертегі тоқып, жұртты өмірден алыстатып, қиял кесті етіп жіберген. Сондықтан ешкімнің жұмыс істегісі, нақты өмірде жасағысы келмейді. Қайдағы бір қолдан келмес құр қиялдан саумен, бос қиялдаумен болады депті. Осыған орай ұлы Абай да қазақты қиялкестіліктен арылуға үндеп, мұнда жоқ алтын иек саралы қыз делінетін өлеңдерін жазғаны белгілі. Ал біз әлі күнге алтын иек сары ала қыз туралы ертегі айтып жүрген секілдіміз.